Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерді 8 сыныпта физика пәнінен термодинамиканың екінші заңы тақырыбында өткен сабақпен таныстыратын боламын. Ең алдымен білім алушыларға серпін беру, сонымен қатар ынтымақтастық ахуалды тудыру мақсатында warm up әдісі қолданылды. Содан кейін мұғалім оқушыларға стикерлер таратып, бүгінгі сабақта не күтетіндігін, сабақ соңында өзінің қандай нәтижеге қол жеткізгісі келетіндігін сұрады. Келесі қадамда сабақ тақырыбын ашу мақсатында тәжірибе тайм әдісі қолданылды. Көрсетілген тәжірибе мен бүгінгі сабақтың тақырыбы тығыз байланысты екендігі анықталды. Үш тілділік заман талабына сай болғандықтан сабақта қолданылатын терминдердің ағылшынша аудармасы ұсынылды. Содан кейін жаңа тақырып ой қозғау арқылы мысалдармен түсіндірілді. Оқушылардың сабақта алған білімдерін өмірде қолдана алу үшін смарт талаптарына сәйкес таңдалды. Яғни функционалдық сауаттылықты дамытуға арналған PISA тапсырмалары құрастырылды. Келесі қадам Find It Clear әдісі. Яғни әр оқушыға A4 парағы таратылады. Оған 3 қағаз қимасы жабыстырылған. Әр бөлікте әр түрлі деңгейдегі тапсырмалар бар. Ал бұл қағаздардың артында торсықтың суреті бар. Оқушы қандай сурет жасырынғандығын тапқаннан кейін сол сурет туралы бірнеше сөйлем жазу керек. Ал келесі қадамда физикалық диктант, яғни true or false деп аталады. Мұғалім оқушыларды топқа бөледі. Бұл активити оқушылардың жаңа тақырыпты қаншалықты түсінгендігін анықтау мақсатында жүргізіледі. Келесі активити пысықтау тайм деп аталады. Мұғалім интербелсенді тақтада сабақтың тақырыбы бойынша бейнеролик көрсетеді. Ал бейнероликте қате тұжырымдама бар. Қате тұжырымдаманы тапқан топқа ұпай беріледі. Келесі қадамда үйге тапсырма. Мұғалім Quizzes платформасында дайындалған сұрақтардың сілтемесін QR код арқылы береді. Сабақтың соңында кері байланыс алу үшін оқушыларға сабақтан күтілетін нәтижелері жазылған парақшаларға көңіл аударуы сұралады. Сабақтың басында жазылған мақсаттармен сәйкес келе ме? Егер сәйкестік байқалса, сабақтың мақсатына жеттік деген сөз.